Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде Атамекен кәсіпкерлер палатасы өкілдігінің кеңсесі ашылды. Офисті білім ордамыз Алматы облысының кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп жастар жылы шеңберінде стартап академия ЖГУ базасында ашып отыр. Ондағы мақсат жоғарғы оқу орнында жастар кәсіпкерлігін дамыту, жас ғалымдар мен бастаушы кәсіпкерлер арасында ғылыми инновациялық әлеуетті жүзеге асыру және стартап жобаларды дайындау болып табылады. Енді университет студенттері, магистранттар мен докторанттары және жас ғалымдар түрлі оқыту семинарларға қатысып, стартап жобалар әзірлеу, оны жүзеге асыру, гранттық қаржыландыру бағдарламаларына қатысу жолдарын дәл осы орталықта үйренетін болады. Сондай-ақ Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері инновациялық жаңалығы бар жұмыстарды жүзеге асыру үшін инвесторларды тауып, екі жақты келісімге жол ашпақ. Салтанатты шараға Алматы облысының басқарма басшылары, Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры, Нұр Отан партиясы, облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы, сонымен қатар банк өкілдері және Талдықорған қаласының колледждері мен мектеп директорлары, ғылым және бизнес өкілдері қатысты. Бастапқыда Атамекен стартап жобасына қатысқан кезде біздің көбінесе минустарымызды айтқан болатын, соны түзеу барысында осындай орталық ашылып отыр, міне қазір көріп отырмыз, куә болып отырмыз. Бұл орталық бізге не береді? Яғни дұрыс, нақты, анық біздің мақсатты жетелеуге және де мақсатқа жетуге мүмкіндік беретін бизнес жобаны асыруға мүмкіндік береді бұл. Бүгінгі күні жастар арасында өте көп өздерінің бизнес жобалары, идеялары бар, бірақ соны іске асырамай жүргендер көпті. Соларға көмек ретінде студенттік кезден бастап өздерінің бизнестерін ары қарай қалай жалғастыру керек екен, оған қалай қаржылай көмек алуға болатын, оны ары қарай іске қалай асыру керек екенін білдіру үшін, сол үшін осы проект ашылып отыр. Алматы облысының кәсіпкерлер палатасының мамандары график бойынша әрбір бағытта келіп, студенттермен сұхбаттасып, оларға бизнестерін талқылауын және бизнес пландарды жазып, жоспарлап, соны іске асыруларын көмектесіп тұрады. Сонымен қатар қазіргі күні жұмыс істеп жүрген кәсіпкерлерді де осында шақырып, сол бизнесті қалай бастап, қалай жүргізгенін айтуына біз көмек етеміз. Самал Ашырбекова, Ділмұрат Қизатұлы, оқу телестудиясы.